Оның саясы һәр күні һәм жыл дауамында харекетленіп, түрлі орынларда сая ұзынлығы һәм бағдарын пайда етеді. Ең ескі үлгісі Мысырда біздің арамызға шекемгі 1500 жылларда L формасындағы тас болып, бүгінгі күнге шекем сақланған. Сондай-ақ Хиндистан һәм Тибетте болса, құяш саатының таяқ формасы кең түрде қолданылғанлығы айтылады. Бірақ құяш аспанда болмаған уақытларда, түнде, бұлытлы күндерде, ямаса жауық орынларда уақытты қандай есаплаған деп ойлайсыз? Бұл сұраулар айымғы грек һәм бобилылардың жаңа ойлап табылуларына себеп болды. Солай етіп, клепсидра, яғни су сааты пайда болды. Клепсидра бұл екі ыдыстан ібарат апуайы құрылма, яғни су сааты болып, жоғары ыдыстан су әсте төменгісіне ағар еді. Судың ағу тезлігі тұрақлы болғанлығы себеплі қанша уақыт өткені анық өлшеп барылған. Ол грек тілінен су ұрлаушы деген мәністі аңлатады. Бұл құрылма уақытты өлшеу үшін судың тұрақлы тезлікте бір ыдыстан екіншісіне ағуы принципіне текарланған.